Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менің бүгінгі жасайтын тоқашым жұмсақ булочка жасаймыз. Біз ең алдымен сүтті ысытып, жылымық қылып аламыз. Осылай кішкене 2 қасықпен 1 қасық тұз саламыз, 1 қасық дрожжымызды саламыз. Кішкентай қасықпен саласыздар. Және де 2 қасық шекерімізді саламыз. Сосын осылай араластырамыз. Әбден араластырамыз. Сосын 2 қасық сұйық май құямыз. Кәдімгі тамаққа қосатын сұйық май. Сосын 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаны алдын ала бөлме температурасына шығарып қоясыздар. Ал мұздай қоссаңыздар, ол кезде қамырларыңыз дұрыс ашылмай қалады. Әдемі болып шықпай қалады қамырымыз. Сол үшін 2 жұмыртқаны бөлме температурасына қойып, осылай қосамыз. Сосын ұн саламыз. Енді ұнды сұйығына қарай қосамыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Өте жұмсақ. Қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта илеп аламыз. Енді қамырымызды 1-2 сағатқа пакетке салып, жылы жерге орап қоямыз. Сосын енді осы ашыған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Өте керемет булочка шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен описание бөліміне керекті заттарды жазып кетемін. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Мен де енді осы бұның арасына енді мен фабилля қосамын, варенье қосамын. Варенье мендегі өріктің вареньесі. Осы өріктің вареньесін салып, жан-жағын бүйтіп қымтап, енді кесіп жібереміз. Осылай өрнектеп жасаймыз. Осылай жасап, сіздер де жасап жеңіздер. Өте керемет булочка болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп жібереміз. Күнжіт сеуіңіздер. Сосын пешті алдын ала 180 градуста 20 минутқа, 25 минутқа пісіріп алыңыздар. Осылай қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп алдық. Вуаля, осындай булочка, жұмсақ булочкалар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, ауызға салса еритін булочкалар шықты. Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тоқашым ауызда еритін, бірден жасағанда бірден шыға қалатын булочка жасаймыз. Ең бірінші бізге сүт керек. Сүтімізді жылытып аламыз, осылай жылыдай саламыз. Және де 1 қасық тұз, 1 қасық дрожж салып, және де 3 қасықтай бір кішкене қасықпен шекер саламыз. Тәттіні ұнататын болсаңыздар көптеу салуға болады. Ал егер тәтті ұнатпасаңыздар аз салсаңыздар да болады. Ал енді шекерімізді салып араластырып, тағы да енді сұйық май құямыз. 2 қасықтай сұйық май құйып жібереміз. Сосын алдын ала бөлме температурасына шығарып қойған жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Енді осыны араластырып, жұмыртқаны араластырып, ұн саламыз. Ұнымызды біртіндеп електен өткізіп алып, қамырымызды илейміз. Достар, сұйығы көп болса, ұнды сонша саласыздар, қамырды жұмсақ қылып илеп аламыз. Осы иленген қамырымызды бастырып 1-2-3 сағатқа жылы орамалмен орап бастырып қоямыз. Өйткені қамырымыз ашып, көтерілу керек. Енді күреңкеге салып қойған, орап қойған қамырымыз көтерілді.
әдемі болып жұмсақ болып көтеріліпті. Енді біз булочкамызды, тоқашымызды жасаймыз. Осылай жайлап бөліктерге бөліп аламыз. Ал егерде таразға бөлсеңіздер, бірдей болып шықсын десеңіздер, таразға өлшеп алсаңыздар былай. Ал көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады, осылай мен сияқты. Осылай бөліктерге бөліп булочкамызды жасаймыз. Бір жасағаннан өте керемет шығады. Енді пешіміздің ыдысын әкеп, майламасаңыздар да болады, асты жабыспайды. Қолданып жүрген таба болса, осылай мен осылай жасадым. Ортасына повидло салып, баклажканың қақпағын алып, осылай өрнектеп гүл шығардым. Өте керемет булочкамыз шықты. Осылай жасай бересіздер, менің жасағандай қарап жасаңыздар болады. Өте керемет жұмсақ, ауызға салсаңыз еріп тұратын булочка жасап жесеңіздер болады. Енді осы булочкамызды жасап қойдық, бір 5 минут, 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады, көтеріледі тағы да. Сосын бетіне сары, жұмыртқаның сарысын салып, щеткамызбен жағып жібереміз осылай. Сосын пешке 180 градусқа бір 25 минутқа пісіріп аламыз. Өте керемет қып-қызыл боп, алтын тәріздес, алтын түстес булочкамыз шығады. Жұмсақ болып, керемет болып шыққан бізге ас болсын. Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тоқашымыз булочка жасаймыз. Ең алдымен бізге жылы сүт керек. Жылы сүтті табаққа құйып, және де бір қасық тұз саламыз, бір қасық дрожж саламыз. Кішкене қасықпен саласыздар. Осылай салып араластырамыз әбден. Сосын артынша шекер саламыз. Шекерден 2-3 қасық салсаңыздар болады. Егерде тәттіні ұнатпайтын болсаңыздар, бір қасықта жетеді. Ал енді араластырдық, шекерді салған соң енді сұйық май құямыз. 2 қасықтай сұйық май құйыңыздар ас қасықпен. Енді оның артынша бөлме температурасына алдын ала шығарып қойған 2 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқамыздың сарысын осылай араластырып, қозғап ыдыратып аламыз. Сөйтіп араластырамыз. Сүт әбден араластырып болған соң, жайлап електен өткізілген ұнымызды алып, осылай қасықтың көмегімен осылай араластырып отырып, қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Басын біріктіріп, осылай илеп алған соң, бір пакетке салып, бір жылы жерге орамалмен орап қоямыз. Сосын шамалы қамырымыз көтеріліп ашиды. Содан соң осылай қамырымызды бөлікке бөліп, осылай жасай береміз. Булочкамызды арасында шекер сеуіп жердің. Осылай маған қарап жасаңыздар. Осылай созып, жайып булочканың формасын шығарып аламыз. Осылай формасын шығарып алып, булочкамызды пештің ыдысына саламыз. Осылай пештің ыдысына сап болғаннан кейін, бір жарты сағаттан кейін қойып қоясыздар. Бетін жауып, майлық жауып қойып қойыңыздар, орамал жауып. Сосын жарты сағаттан кейін осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып жібереміз. Сосын алдын ала қыздырылған пешке саламыз. Пешке 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аласыздар. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жаққан соң күнжіт сеуіп жеріңіздер, әдемі болып шығады. Осылай пешімізге енді салып аламыз. 180 градуста 25-30 минутқа қарап тұрып пісіріп аласыздар. Осымен 25-30 минут өтті. Булочкамыз пісті, өте
алтын түстес тәріздес әдемі болып көтеріліп булочкамыз піскен. Бізге ас болсын.